Сәлеметсіздер оқырмандар, көп болды шықпаған рецепт сал. Бүгін мен бауырсақ саламын. Осы бауырсақтың рецептімен сіздер үйге заказ алып пісірулеріңізге болады, сатуға. 500 грамм жылы су, оған бізге 20 грамм қант, 10 грамм тұз, 10 грамм дрожжи. Осының бәрін араластырып саламыз. Араластырамыз. Оның бәрін мен есемен өлшеп салдым. 25-30 грамм сұйық май араластырамыз. Су кішкене ыстықтау болу керек, қатты, бірақ елі жылы емес. Слишком қатты ыстық емес, слишком қатты жылы емес. Сондай су болу керек. Бауырсақтың суы. Ұнды мен 700 грамм алдым. Енді ұнға қарап істейсіздер. Ұнның құнарлығы әртүрлі. Міне тестамызды бауырсақ ебеп болдық. Енді осыны жылы жеге жарты сағатқа қоямыз. Міне бауырсағымыздың тестамыз көтерілді. Енді осыны астына ұн сеуіп. Міне оқтаумен осылай жайып алдық. Енді осындай стақанды кесіп, осылай қоя береміз. Сосын көтерілгеннен кейін пісіреміз. Кесіп болғаннан кейін міне біздің бауырсағымыз көтерілді. Енді осыны қайнаған майға саламыз. Бауырсағым көтеріліп жатыр, енді аударамыз. Бауырсағымыз осылай көтеріледі. Заказ қабылдап, бауырсақ сатуларыңызға болады. Осы рецепте. Дайын болды. Және 700-800 грамм ұнымыздан 1 келі 400 грамм бауырсақ шықты.